Еліміздегі ең ірі апорт молы тәуелсіздігіміздің 26 жылдығына орай мереке қарсаңында алматылықтарға күтпеген тосын сый жасады. Енді нөмірі 1 бөлшек сауда желісі Магнум апорт молында да бар. Жаңалық деп осыны айтыңыз. Сегодня в День независимости Республики Казахстан. Бүгін біз Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай еліміздегі ең үлкен Магнумды аштық. Сонымен қатар апорт молында Сулпак дүкенінде ашылды. Біз барша қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз және барлық келушілерімізге апорт молын таңдаған үшін, бізбен бірге болған үшін алғысымызды білдіреміз. Сонымен апорт молында орналасқан Магнум желісі тәулігіне 24 сағат демалыссыз жұмыс істейді. Енді алматылықтар кез келген уақытта апорт молына арнайы келіп, Магнумнан сауда-саттық жасауға мүмкіндіктері бар. Мы вместе с покупателями. Біз бүгін сүйікті сатып алушыларымызбен бірге тағы бір объектіні ашып отырмыз. Жобаның ерекшелігі гиперформатында. Бұл объект көлемі жағынан еліміздегі ең үлкен болды. Нақты айтқанда сауда алаңы 7300 шаршы метрді құрады. Тәуелсіздік күніне орай ашылған Магнум сауда желісі үшін апорт молының әрбір келушісі ерекше қуанды. Енді алматылықтар ыңғайлы жерде тиімді сауда жасауды білеміз деп қуаныштарымен бөлісті. Я очень рад, что Магнум открылся. Мен өте қуаныштымын. Апорт молында Магнумның ашылғаны жақсы болды. Ең үлкен сауда желісінде сауда жасау үшін қалаға барып жүргенше үйге де жұмысқа да ыңғайлы жерден ашылғаны қуантты. Өте тиімді болды деп ойлаймын. Бүгін ашылуының өзінде келіншегім екеуміз 40 000 теңгедей сауда жасап үлгердік. Апортта үлкен Магнумның ашылғанына біздер өте қуаныштымыз. Және де бізге өте ыңғайлы, тиімді бағада қанша үйімізге керек заттарды азық-түлігімізді алдық, машинаға да келдік, қойдық, ыңғайлы, бәрі ыңғайлы, тиімді халықтың жағдайына жасалған. Және де біздер мынау автомобиль ойындарына да қатысуға мүмкіншілігіміз беріп жатыр. Рахмет, үлкен рахметімізді айтамыз апортқа, Магнумға. Автокөлік демекші. Желтоқсанның 15-нен қаңтар айының 15-не дейін апорт молында 10 000 теңгеден жоғары сомаға сауда жасасаңыз, автокөлік ұтып алуыңыз әбден мүмкін. Ұтыс ойыны қаңтарда ойнатылатын болады, ал апорт молы осылайша тәуелсіздік күнін концерттік бағдарламамен жалғастырды. Еліміздегі ең ірі апорт молы ұйымдастырған мерекелік шараға Асылмұра домбырашылар ансамблі мен Жас жұлдыз бишілер тобы арнайы келіп өнер көрсетті. Тәуелсіздігіміздің 26 жылдығына байланысты апорт молдың ішінде шағын концерт болып жатыр. Соған бізді арнайы домбырашылар ансамблі Асылмұра домбырашылар ансамблін шақырған. Апорт молға көп рахметімді айтамын. В торгово-развлекательном центре Апорт мол кешенінде Магнум желісі ашылды. Бізді тәуелсіздік күніне және ең үлкен осы сауда желісінің ашылуына шақырды. Біз бірнеше би дайындап келдік. Барша қазақстандықтарды еліміздің 26 жылдығымен құттықтаймыз. Сонымен мереке қарсаңында алматылықтар мен қала қонақтарына арналған тосын сый жұртшылықты ерекше қуанышқа бөледі. Сіз әлі апорт молында орналасқан Магнумға барып үлгермедіңіз бе? Ендеше асығыңыз. 10 000 теңге немесе одан да жоғары бағаға сауда жасаңыз. Тура бір айдан кейін анықталатын су жаңа автокөліктің иесі сіз болуыңыз да ғажап емес. Ашық әрі жарқын болуды ұнатасыз ба? Голливуд жұлдызына ұқсағыңыз келе ме? Ендеше Монамен компаниясы сіздер үшін арнайы тосын сый жасады. Оңтүстік астанамызға ресейлік белгілі визажист Ольга Криченко келіп тәжірибесімен бөлісті. Оның бар құпиясы Smashbox косметикалық маркасында екен. Бренд Smashbox зародился в фотостудии. Smashbox бренді фотостудияда пайда болды. Әлемдегі ең үлкен фотостудиялардың бірінде Лос-Анджелесте қолданылған. Мұндай көріністер мен далаптар адамның терісіне, сырт келбетіне қарай әртүрлі жасалады. Ал бұл дегеніңіз Голливудтың нағыз керемет көрінісі. Сұлулық құрбандықты талап етеді. Кәсіби маманның айтуынша сапалы косметикалық өнім мен тәжірибе жасаудан қорықпау мықты нәтиже береді екен. Ендеше сіз де тәжірибе жасаудан қалыс қалмаңыз. Азиатское веко, это же сложно красить. Мен визажист ретінде түрлі қыздарды, түрлі келбет пен бет пішінін, түрлі кожаларды көремін. Визажистің алдына келген қызға макияж ұнамаса немесе әдемі шықпаса, мәселе визажистте деп ойлаймын мен. Менде сондай қызық жағдайлар болған. Ең бастысы тәжірибе жасап көруден қорықпау керек. Сонымен сіздіңше біздің елде Голливуд жұлдызына ұқсайтын кім? Ол әрине Индира Еділбаева. Дәл осы аруымыз кәсіби маманның тәжірибесін алып, енді косметикалық бояудың трендтерін жақсы біледі. Если честно,
Егер шынымды айтсам, Smashbox туралы осы соңғы 2 күнде ғана естіп біле бастадым. Мені осында шақырғанда таныстым. Мен ендігі осы тектес талаптарды қолданып та көрдім. Өзіме қатты ұнады. Мен енді Smashbox-тың тұрақты тұтынушысы боламын деп ойлаймын. Енді әлемнің нұры сіздің ерніңізде болмақ. Ол үшін жылтыр табиғи өнімдер көмектеспек. Ал Monami компаниясы өзінің әрбір тұтынушысына тек сапалы өнімді ұсынады. Технодом компаниясы барлығын махаббатпен жасайды. Сенесіз бе, бұл жолы концертіне көпшілік тік тұрып қол соғатын өнер иесін шақырған. Сонымен оңтүстік астанамыздың қонағы Бабаши Халаши болды. Я, технодомдықтар әртіс таңдауда қателеспепті. Мен Венгрияны өте жақсы көремін. Біз осы концертімізге Венгриядан кімді шақыру керекпіз деп ойластырдық және сұрастырдық. Маған бәрі Хавашиді айтты. Міне алдарыңызда өнер көрсетіп жатқан Бабаши Хаваши. Біз ойлағанымызды жүзеге асырдық. Я, Хаваши сияқты әлемдік жұлдыздар өздігінен әлемдік турнеге шықпайды. Ал атақты пианист Алматыға өзінің барлық командасын әкелді. Олар залмен жұмыс істеуді, акустиканы қарады және Алматыға келуден бас тартқан жоқ. Өте жақсы зал. Маған акустикасы ерекше ұнады. Ал командаға келетін болсақ, мен 38 жылдан бері музыкамен айналысып келемін. Осы жобаны дайындауға 20 жылдай уақыт жұмсалды. Сондықтан да маған өзіме команда жинап алуға уақыт жеткілікті болды деп ойлаймын. Ох, 20 жыл. Бұл дегеніңіз бір адамның есейген шағындай уақыт қой. Бұл уақытта Хаваши музыкамен айналысты. Жылдар бойы дайындалды. Материалдар жинап, күні-түні еңбектенді. Еңбегінің нәтижесі міне. Қазақ қоғамы Бабаши Хавашиді ұзақ қошеметтеп сахнадан жібергісі келмеді. Мен қазақтың халық әнін орындадым, көпшілікке өнерде бейжай қарамайтындығымды түсіндіру үшін. Мен үшін маңыздысы бұл әуеннен бұрын сіздердің жүрегіңізге әсер ету, және сол үшін тырыстым, және мен оны жасай алдым деп үміттенемін. Рахмет барлығы үшін. Міне, әлемдік эстрада жұлдыздарын қазақ сахнасында өнер көрсеткен. Қазақстандықтарға керемет мереке сыйлай білген Технодом компаниясы жарады. Я, Технодом компаниясы сіздердің барлық қалауларыңызды махаббатпен істеуге әрдайым дайын.